Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бізде математика сабағы. Сендер бүгін саудаға қатысты есептерді шығаруды үйренесіңдер. Есепке сәйкес тірек сызбаны таңдай алатын боласыздар. Қане біздер ойлайық, ойымызды жинайық. Қандай есеп болса да, шешпей оны қоймайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есеп шығару, ақшаны қалай төлейміз. Алдымен есеп туралы есімізге түсірейік. Есеп шартынан тұрады және сұрағынан тұрады. Шешуі болады және жауабы болады. Есептің екі бөлігі болатынын есіңе сақта. Бірінші шарты, екіншісі сұрағы. Есептің шартын сызба түрінде көрсету ыңғайлы. Есеп. Назым асханадан Тоқаш пен бір стақан сүт алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге. Бір стақан сүттің бағасы 30 теңге. Назым қанша ақша жұмсады? Бірінші есептің шартын жазамыз. Назым асханадан Тоқаш пен бір стақан сүт алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге. Бір стақан сүттің бағасы 30 теңге. Келесі сұрағын жазамыз. Назым қанша ақша жұмсады? Сұрағын жазғаннан кейін шешуіне көшеміз. 20 теңге Тоқаштың бағасы, ал бір стақан сүттің бағасы 30 теңге. Назым қанша ақша жұмсады? Яғни, Назым қанша ақша жұмсағанын білу үшін, бір стақан сүттің бағасына Тоқаштың бағасын қосамыз. Нәтижесін тапқаннан кейін жауабын жазамыз. Жауабы Назым 50 теңге жұмсады. Есептің шығарылу жолдарын еске түсірдік. Олай болса, оқушылар, оқулықтың 89 бетін ашамыз. Шығарып көр айдарындағы тапсырманы орындайық. Есептің берілгенін оқып, шарты мен сұрағын тауып, есепті шығарайық. Есептің шарты. Әмиянда 10 теңге бар. Оған тағы 6 теңге салынды. Сұрағы. Әмиянда енді қанша ақша болды? Есептің шешуі. Әмияндағы барлығы қанша ақша болғанын табу үшін, әмиянда болған 10 теңгеге салынған 6 теңгені қосамыз. Нәтижесін тапқаннан кейін жауабын жазамыз. Әмиянда барлығы 16 теңге болды. Оқулықтағы орындап көр айдарына назар аударайық. Ал енді барлығымыз бірге орындап көрейік. Тапсырмадан не көріп тұрмыз? Иә, қарандаш пен өшіргіш. Алдымен
Сұраққа жауап бер. Қарындаш қанша тұрады? Өшіргіш қанша тұрады? Қарындаш 10 теңге тұрады. Өшіргіш 8 теңге тұрады. Сурет бойынша есеп құрастырып, және оны шығарып көрейік. Есеп. Жансая дүкеннен 10 теңгелік қарандаш пен 8 теңге тұратын өшіргіш сатып алды. Ол барлығына қанша теңге жұмсады? Алдымен қысқаша шартын жазып аламыз. Қарындаш 10 теңге, өшіргіш 8 теңге. Сұрағын жазайық. Сұрағы қанша теңге төледі? Енді шешуіне көшейік. Шешуін сызба арқылы да көрсетуге болады. Жансаяның қанша ақша жұмсағанын табу үшін қарындаштың бағасына өшіргіштің бағасын қосамыз. Шешуін тауып алғаннан кейін жауабын жазамыз. Барлығына 18 теңге жұмсады. Оқушылар, ендігі кезекті себетті толтыр ойынына берелік. Сіздер алма ағашын көріп тұрсыздар. Алма ағашында алмаларда өрнектер берілген. Сол өрнектердің мәні 15-ке тең болатынын теріп алып, себетті толтыруымыз қажет. Қане балалар, есептейік. Ойланайық. Енді балалар, себетті толтыруға тырысайық. Сендер дұрыс айтасыздар. 10 мен 5-тің қосындысы 15-ке тең. 3 пен 12-нің қосындысының мәні 15-ке тең. 7 саны мен 8 санының қосындысының мәні 15-ке тең. 11 саны мен 4 санының қосындысы 15-ке тең. 4 саны мен 11 санының қосындысының мәні 15-ке тең. Және 20-ның 5-тен айырмасы 15-ке тең. Жарайсыздар балалар, сіздер себетті дұрыс толтырдыңыздар. Енді дәптермен жұмысқа кезек берелік. Дәптермен жұмыс. Дәптеріміздің 86-шы бетін ашалық. Салыстыруға берілген тапсырманы орындайық. Тапсырма. Жиналған ақша. Әр жинақ қобдишасында қанша ақша бар? Санап көр. Салыстыр. Бір сома екіншіден қаншаға артық? Тексерейік. Тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Жарайсыңдар, оқушылар. Бүгін сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.